Кайырлы күн баршаңызга. Бүгүн мен сиздерге түрктүн таттысы ревани пирогун калай пиширүү керегин көрсөтөмүн. Ол үчүн жумуртка менен шекерди жакшылап аралаштырып алабыз. Бір лимонның цедрасын саламыз. Сұйық майды құйып, араластыруды жалғастырамыз. Бір бокал айран құямыз. Бір бокал манный кашаны салып, әбден араластырамыз. Un salamız. Және разрыхлительді салып, тағда араластыратын боламыз. Піскеннен кейін 5 минут суытамыз да, үстінен дайындаған сиропымызды құйып шығамыз. Сироптың дайындалу жолын астында описанияға қалдыратын боламын. Сиропты құйып болғаннан кейін холодильникке 1 сағатқа пирогты қоямыз. Бір сағат өткен соң тоңазытқыштан алып, өзіміздің қалауымызша кесіп, бетін кокосовый стружкалармен әсемдейтін боламыз. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. My appetite.